Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Криптовалютаны Қазақстанда заңды түрде қалай алуға болатынын көрсететін боламын. Ол үшін сіздерге мына Bybit приложениесі керек болады, яғни осы биржаның ішінде біз кез келген криптовалютаны сатып аламыз. Оның ішінде биткоин, эфириум деген сияқты атақтылары кез келген майда монетаға дейін бәрін біз осы жақтан сатып алады екенбіз. Яғни минкоиндардың барлығын. Одан кейін бізге Bybitке қазір бірінші тіркелу керек. Тіркелу үшін почта керек, және де оған Bybitке ақша салу үшін бізге БЦК банк керек болады. Қазір БЦК банк пен Bybit екеуі бір-бірімен партнерствода. Қазақстанда басқа банк жоқ пока что, алдағы уақытта шығып қалуы мүмкін. Сондықтан енді оны алдағы уақытта көресіздер. Әзірше тек қана БЦК банкпен ғана ақшаны Bybitке аудара алады екенсіздер. Так, енді қараңыздар, бірінші біз осы Bybit приложениесін көшіріп аламыз. Көшіріп болғаннан кейін осының ішіне кіреміз. Кірген кезде Bybit'тің ішінде регистрация вход деп бөлім тұрады. Осыған кіреміз. Осыған кірген кезде біз регистрация деген бөлім бар. Сол регистрация деген бөлімге өтеміз. Регистрация бөлімге өткеннен кейін мына жерде электронды почта деп тұр. Осы жерге біз немізді электронды поштамыз жазамыз бірінші. Электронды поштаны жазу үшін бірінші поштаға барамыз. Поштаға барып бірінші пошта аккаунтыңыз болса, email поштаңыз болса, ашсаңыз болады. То есть жоқ болса ашасыз, бар болса онда сол email поштамен Bybit аккаунтты аша берсеңіздер болады. Gmail пошта болса да бола береді, кез келген пошта жарай береді. Одан кейін астында реферальный код не обязательно деп тұр, яғни осы жерге кодты жазасыздар міндетті түрде 121-718. Бұны жазсаңыздар не болады? Сіздердің комиссияларыңызға скидка болады. Не үшін скидка болады? Өйткені мен Bybit'тің ресми партнерымын. Сондықтан сіздер мен арқылы тіркелсеңіздер, сіздердің ертең күнде осы криптовалютаны алып сатып алып жатқан кезде сіздерге скидка болатын болады. Сондықтан да, яғни комиссиясынан скидка болатын болады сіздерге. Сондықтан да осыны міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де алдағы уақытта сіздер галочканы басасыздар, басқаннан кейін создать аккаунт деп басасыздар. Бұл рефералкамен өткеннен кейін ары қарай сіздер мүмкіндіктер көп болады. Алдағы уақытта фьючерспен, басқа да бір дүниемен үлкенірек сауда жасасаңыздар, мысалға даже 100 теңге, 200 теңге комиссия алатын жерлерден сіздерге 30%-ке дейін прям скидка беріп қалуы мүмкін. Так, мына жерде бізде поштаға SMS келеді. Осы SMS-ті қоямыз. Поштаны тексереміз. Міне поштаға SMS келеді осылайынан. Біз осы SMS-ті кодты, яғни скопировать етіп алып, біз мына жаққа алып кеп жазады екенбіз. Так, былай жасай салайық. 354-446. Так, осылай кетті. Енді осы жерге пароль қояды екенсіздер. Бұл жерде пароль қойған кезде міндетті түрде бір үлкен әріп болу керек. Қалғандары кішкентай әріп болса да бола береді. Кішкентай әріптер, мысалға, жоқ дегенде бір 6 саннан тұратын, яғни 6 әріп. Біреу кішкентай әріп болса, қалған 5-еуін, то есть біреу үлкен әріп болса, қалған 5-еуін кішкентай әріппен қойсаңыздар болады. Одан кейін тек қана точка бассаңыздар болады. Одан кейін жылыңыз жазсаңыз болады. Мысалға, 97 деген сияқты. Жалпы жылыңыз жазсаңыздар, осылай астында 4 галочка осылайынан жанады. Сол кезде сіздерде болды. Ары қарай уже регистрация басамыз. Зарегистрировать. И все, болды. Біз, получается, Bybit аккаунт біз қазір аштық. Енді осы Bybit аккаунтқа өз атымызды тіркеуіміз керек. Яғни өзіміздің жеке куәлігімізбен өз атымызға данныйымыз тіркеп алуымыз керек. Сол кезде бұл Bybit аккаунт толықтай өзіміздің атымызда болады екен. Сондықтан да подтвердить личности дегенді басамыз. Басқаннан кейін осындай бетке келесіздер. Осындай бетке келгеннен кейін подтвердить личности дегенді басасыз. Басқаннан кейін осы жерде сізге паспорт немесе ID карта деп тұрады. Паспорт деген ол загран паспорт, яғни шетелге шығатын паспортыңыз. ID карта деген кәдімгі удостоверениеңіз. Удостоверение личности. Мен паспортпен тіркеле беремін. Продолжить деп басасыз. Так, осы жерде все страна, кроме США дегенді басамыз. Продолжить. Все данные видно дегенді басамыз.
Енді түріңізді көрсетесіз. Осылай біз қазір өзіміздің данныйларымызды жібердік. Яғни енді күтеміз. Аз уақыттың ішінде бізге ответ келетін болады. Шамамен 5 минуттай күткеннен кейін сіздерге осындай подтвердить деп шығып тұрады. Астында осыларды біз қазір анкетаны, жалпы адресті көрсетуіміз керек болады. Енді кейбіреулеріңіз осындай обновить етілмегеннен кейін сыртқа шығып кетулеріңіз мүмкін, былай. Егер осындай Байбитке қайтадан келіп жатсаңыздар, осыны главный точканы басасыз, адам суреті бар. Одан кейін наушниктің жанында настройканы басасыз и верификация личности дегенді басасыз. Сол кезде осының ішінде тұрады. Енді қараңыз, мына жерде адрес деп тұр, осы жерге біз подтвердить етуіміз керек. Наркологическийді подтвердить етсек, оның ішінде адрес көрініп тұрады. Сол нәрсені подтвердить етсек болды. Яғни тез өтеді. Осыны подтвердить деп басамыз. Далее деп басамыз. Осы жерде тағы да таңдаймыз. Все страны, кроме США. И осы жерде картинканы басамыз. Отправить PDF деген таңдаймыз. Содан кейін мен уже наркологическийді көшіріп қойғам. Наркологическийді білесіздер, Каспийден алу керек болады сіздерге. Все данные верно деп басамыз. Видно деп. Нет деп баса саламыз. Так, болды. Біріншісін біз тіркедік. Енді біз астында анкета тұр, сол анкетаны толтыратын боламыз. Енді қараңыздар, бұл жерде сұрақ жауап болады анкетада. Так, сіздер мысалы долгосрочный инвестор болсаңыздар, долгосрочный инвестор немесе торговля осы екеуін біреуін таңдай берсеңіздер болады, қатты разницасы жоқ. Және как ваш статус дегенге работа на себе деген таңдайсыздар. Одан кейін астына түсе бересіздер. Үшіншінде майнинг дегенді басасыздар. Одан кейін жерде сумма көрсетсеңіздер болады, $29,000 дейін деген сияқты. Яғни сол $29,000 ішінде сіздер инвестиция жасайсыздар, ол $100, $50 деген сияқты, $1000 разницасы жоқ. Одан кейін бесіншінде финансовые услуги деген таңдайсыздар. Алтыншында тоже $9,000 дейін таңдайсаңыздар болады. Все, отправить дегенді басасыз, подтвердить. И все, сіздерде енді ең соңғы тоже не қалды. Бұны тоже подтвердить етеміз. Так, мына жерде галочканы басамыз, подтвердить. Понятно. Подтвердить. Все, тағы бір подтвердить етеміз. Осы жерде бізде уже сұрақ жауаптар болады. Әркімге әртүрлі келуі мүмкін бұл сұрақтар. Десе де мен қазір осы жерде қойып беремін. Осы жерде қойып берген бойынша қойсаңыздар болады. Мысалға басындағылар бірдей болады. Опыт бар ма десе, я деп таңдай беріңіз. Сіздерге дұрыс болады солай. Да деп таңдай береміз. Үшіншіне де да деп басып кете беріңіздер, ештен кетпейді. 4-ке и 5-ке де тоже да деп басып кетеміз. Далее басамыз. Әрі қарай сұрақ жауап жалғасады бізде. Одан кейін осылай сұрақтар қояды сіздерге, что такое крипто деген сияқты. Егер жауабын білмей жатсаңыздар, енді сіздерге сәл басқаша қойылып қалуы мүмкін. Бұл жердегі сұрақтар білмей жатсаңыздар, тура осыны бүйтіп үстінен басып, например, білмеймін сіздерде қандай телефон, немесе тура осы сұрақты Google-ға қойып көрсеңіздер болады. Немесе ChatGPT-ді қолданып көргендеріңіз болса, ChatGPT-ге қойсаңыздар, сіздерге нақты дұрыс жауапты көрсетіп беретін болады. Немесе скрин жасап ChatGPT-ға жіберіп отырсаңыздар болады. Жауабын сол жақтан аласыздар, өздеріңізге қойылған сұрақтар. Мен қазір осы жерден өтіп берем. Біріншіне біз цифровой актив деп таңдаймыз. Одан кейін екіншіне блокчейн деп басамыз. Үшіншіне бірдікін таңдаймыз. Төртіншіне акция, облигация деп басталып жатқан үшіншіні таңдаймыз. Бесіншіне біріншіні таңдай саламыз. Все, болды. Бұл жерде енді бір-екеуінен қателесіп кетулеріңіз мүмкін, ештен кетпейді. Просто сіздерден жай ғана сұрақ жауап, яғни тіркеліп жатқан кезде, осындай қазақстанский биржаға тіркеліп жатқан кезде, дәл осындай шарттары өзінің отправить деп басамыз. Болды, подтвердить. Бізде все толықтай өтті.
дәл осылай жасыл болып жанып тұрады сіздерде өтсе, яғни сіздер аккаунтқа толықтай тіркелдіңіздер деген сөз. Вот 1-2 минуттан кейін проверенный деп дәл осындай жасыл галочкамен жанып тұрады. Яғни сіздер уже аккаунтқа, Bybit аккаунтқа толықтай тіркелдіңіздер. Енді сіздерге ақша салу керек. Ақша салу үшін сіз БЦК банк қосымшасын жүктеп аласыз, және де осы жерден біз карта ашуымыз керек болады. Сервис деген бөлімге өтіп, картаны басасыз. Және де бірінші ақ картаны белгілей бересіз. Оформить карту деп басасыз. Және де цифровой продолжить деп басасыз, міндетті түрде оформить деп басасыз тағы да, және де выбрать город деп басасыз осы жерде. Және де мен осы жерде мәңгілік елді таңдадым, өз қалаңызды таңдай бересіз, выбрать деп басасыз. Және де сізге 7 күн ішінде дайын болады дейді, бірақ сразу 5 минут ішінде дайын болады бұл. Дайын болғаннан кейін сразу осылай көрініп тұрады карта, сол картаның үстінен басасыз. Басқаннан кейін тағы да ақ картаның үстінен басасыз. Одан кейін показать дегенді бассаңыз, сізге 16 сандық карта номер шығарып береді. Сол карта номермен сіз Каспийден болсын, халықтан болсын, жалпы карта другого банка деген бөлімге өтіп жібере бересіз. Жалпы ақшаңыз қай жақта, сол жаққа толтыра берсеңіз болады, немесе нал болатын болса, банктың өзіне барып толтырсаңыздар болады, немесе терминалдардан. Енді біз БЦК банкпен Bybitті біз жалғайтын боламыз, привязка жасайтын боламыз. Ол үшін сервисқа өтіп, криптовалюта деген ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін осылай ашылады, привязка кошелек деп басамыз. Одан кейін Bybitке тіркелген логин пароль жазасыздар, поштамен паролін. Одан кейін галочканы басып подтвердить етесіздер. Еткеннен кейін осылай шығады сіздерде. Осылай шыққан кезде міндетті түрде осы БЦК банкте ақшаларыңыз болу керек. Яғни ақша салып қойған болсаңыздар, онда қайтып келіп осы жерге пополнить дегенді басасыздар. Пополнить дегенді басып, осы жерге 50 000 теңге салу керек па, 50 000 теңге жазасыздар. Одан кейін 50 000 теңгені басасыздар, қай шотта таңдайсыздар. Одан кейін продолжить деп басасыздар. Одан кейін SMS код келеді, соны қоясыздар. Қойғаннан кейін бір 10 минуттан кейін осындай ақшаларыңыз толатын болады. Мына жақта жоқ болып кетеді. Енді біз Bybit биржасына келеміз. Bybit биржасының ішінде біздің ақшамыз тұрады. Яғни Bybitте де, BCK-да да, екеуінде де біздің ақшамыз көрініп тұрады. Енді қараңыздар, главный бетте тұрмыз. Активі дегенге басамыз. Басқан кезде бізде міне $96 деп көрсетіп тұр. Яғни доллармен біз финансированияға кіреміз. Финансирование кірген кезде бізде әлі ешқандай ақша көрсетіп тұрған жоқ. Біздің ол ақшамыз әлі фиатта тұр, яғни теңге күйінше тұр. Сондықтан біз криптовалюта деген жанында фиат дегенді басамыз. Сол кезде қарасақ бізде 50 000 теңге бар екен. Енді осы 50 000 теңгені біз қазір USDT, яғни криптовалютаға ауыстыратын боламыз. Бірінші USDT-ға ауыстырамыз, одан кейін қандай криптовалюта керек, биткоин керек па, эфириум керек па, догикоин керек па, кез келген монетаны ары қарай сатып ала берсек болады екен. Фьючерста сатып аламыз ба, жалпы спотта сатып аламыз ба, оны өзіміз білеміз. Жалпы енді бізге ауыстырып алу керек. Сол осы қазір ақшаны біз ауыстырып алсақ, уже БЦК-дан біздің ақшамыз толықтай көрінбей қалады. Яғни біздің толықтай ақшамыз осы Bybit биржасының ішінде қалатын болады. Енді қараңыздар, осы жерде біз үстінен басып кіреміз. Кіргеннен кейін покупка деген басамыз. Покупка один клик дегенді басамыз. Осы жерде бізде покупканың үстінен басамыз, яғни 50 000 теңгенің үстін бір түртеміз. Сол кезде 50 000 теңге толықтай жазылады. Біз далее дегенді басамыз. Далее дегенді басамыз. Оплатить дегенді басамыз. С помощью KZ осыны басамыз. Подтвердить басамыз. 30 секунд ішінде. Все. Обработка транзакция болды. И біздің ақшамыз не істеді? Криптовалютаға ауысты. Енді ақшамыз ауысты біздің криптовалютаға толықтай. Артқа шығып кетеміз. Артқа шығып кеткеннен кейін біз көре аламыз. USDT күйінше, міне қарасаңыздар, USDT болып тұр. Фиатқа басамыз, фиатта ештеңке жоқ. Яғни ақшамыз USDT-ға ауысты. Алдағы уақытта біз ақшаны шығарып алатын болсақ, міндетті түрде USDT-ға, то есть осы USDT-ны біз неге ауыстыруымыз керек? Фиатқа ауыстыруымыз керек болады. Мысалға, 5 000 теңгесін ауыстырып көрейін, дәл осы жерде. Міне үстінен USDT-ның үстінен басамыз.
иә. Тура жаңағы продажа деген басамыз астында. Осы продажаны басқаннан кейін біз осы жерге, например, өзіміз жазсақ болады, иә. Например, қанша USDT? Например, 10 USDT сатсақ болады, иә. 10 USDT 5000 теңге. Бұл жерде айта кету керек, біз 5000 теңгеден бастап сатып ала аламыз, және де 5000 теңгеден бастап сата алады екенбіз, иә. 5000 теңгеден аз болмау керек. Міне, далее деп басам, продать деймін. Получается, подтвердить. И мен мысалға 10 USDT-мды шығарып алдым. Бұл 10 USDT менде не болады? 10 USDT менде KZT-та көрініп тұрады. Яғни 5078 теңге бұл менде осы Bybit-тан шығарайын деп тұрған ақша. Менің Bybit биржамда осы жерде көрініп тұрады фиатта, және де бұл BCK-да да көрініп тұрады. Осы 5000 теңге ғана. Ал мына қалған USDT ол көрінбейді. Неге десеңіз, бұл нақты криптовалютаға ауысып кетті. Ал мынау биржаның ішіндегі теңгедегі ақша. Бұл сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер қайталап көрсеңіздер болады. Жалпы біз не істедік? Bybit биржасына, қазақстандық Bybit биржаға тіркелдік. Бұл биржада бізде лицензия барлығы бар, яғни барлығын заңды түрде жасадыңыздар, банк арқылы алдыңыздар, толықтай барлығын заңды түрде жасадыңыздар. Дәл осылай ары қарай жасай берсеңіздер болады. Бұл жерде жалпы P2P деген дүние де бар, ол менің YouTube каналымда бар. P2P арқылы да сатып алуға болады. Бірақ сіздер қазақстанский Bybit-тен сатып ала алмайсыздар. Оны әлемдік деңгейде Global деген Bybit бар, сол арқылы ғана сатып ала алады екенсіздер. Бұл сіздер тіркелген Bybit қазіргі таңда қазақстанский Bybit. Сондықтан бұл жақта сіздер тек қана BCK банк арқылы әзірше сатып аласыздар. Алдағы уақыттарда мүмкін Каспий басқа да банктермен сатып алу мүмкіндігі болып қалу керек. Бірақ P2P деген нәрсе бұл жақта жоқ. Дәл осылай жұмыс жасайсыздар. Негізі ең дұрысы осы. Ешқандай мошенникқа, басқаға алданбайсыздар. Өз аттарыңыздан барлығы ашылды, иә. BCK-да өз аттарыңыздағы шот, жаңағы Bybit биржасында сіздердің аттарыңыздан ашылған шоттар, иә. Яғни сіздерде барлықтары өз аттарыңыздан ашылып тұр. Сондықтан да қорықпай, уайымдамай осы жақта сақтап жұмыс жасай берсеңіздер болады. Жақсы, сіздерге көп табыс тілеймін. Сау болыңыздар.